Массаж сөзі орысша, бірақ та ыңғайлы болғаннан кейін үнемі қолданып жатамыз. Қазақшасы уқалау ысылау, екеуін араластырып қолдана берейін. Бүгін аяқтың бастарына массаж туралы айтатын боламын. Кешке қарата аяқтарын жылы суға салып, жуып, уқалау ысылау жасап, крем жағып, салапан киіп ұйықтасаңыздар болады. Таңертең аяқтарыңыз жұмсақ болып, және жарылғандар болса күнге кете бастайды. Аяқтарымыз негізі тіп-тік болу керек. Көбіне бас бармақ ішке қарай кіріп, кішкентай бармақта ішке қарай кіріп бастайды. Сондықтан да кішкентай бармақта сыртқа қарай уқалау ысылау жасап, тартып, барлығын осылай тартып шығамыз жақсылап. Басқа бармақтар орында тұру керек. Үлкен бармаққа осылай уқалау ысылау жасаймыз. Және жақсылап тұрып, уқалап,